Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Әпәтай Мұхарабұлының Кейілгеш романының 3-ші күнгі оқылымы. Толық мазмұны дерексіз. Тораңғы бастаудан соза тартқан Зәйіп Қасым елінің алды аман-есен 3-ші қонақта дөң бастауға ілінді. Бастау басында өртеніп шыжыған темір ғана қалған екі көмкенің жақша автомобиль. Екі көмкенің тамты отыр. Әрбір қабақтардың астында жарғылатып қана бетін жасыра салған өліктердің сасыған иісі адамды лоқыстады. Тозығы жеткен потайлар мен қыраттардан қазылған болымсыз окоптарда шашылған жез ат көпір. Күн бұрын келген тосқауылдар көп оқ тауып алдық деп мәз болып жүр. Ұсталар шағылған көмкенің сом темірлерін жиып, тағы шегелік темір терсекке байып қалды. Бұл рет ауған керей найман болып 500-дің үстінде түтін, 2500-дің үстінде адам болып, алдыңғы ауған екі топ елден әлдеқайда көп еді. Қарағақтың қапырық ыстығында шөл даланың шаңын аспанға шығарып, шұрқыраған қалың көштің арты ертеңінде түсте дөң бастауға зорға ілінді. Бастаудан кезектесіп мал суарған елдің суға қашқан малы қосылып, қойшылар күрең қабақтасып, бірін-бірі янаттап, қамшы салысып, бастау басы лаңғада болып жатты. Шөлмен ыстық жеріне батып ашу ұғысқан біреу: «Ей, басы көкке, аяғы жерге сыймаған, көріңде өкіргір қу меркітай!» Жақша Қасымды айтады. Қу меркітай, тып-тыныш жатқан елді бүлдіріп, атамекеннен айырып, қаққа әкеліп шалшық бастаудың сары сидігіне таластырғанын қараш. Осы тәйжінің, жақша Зәйіпті айтады, осы тәйжінің сол қашқынды не қосып қойғаны бар деш, қайран бар көл, қайран ошақты. Бастаудың басы шалшық болып, бұлақ суы ақпай қалды. Жайлау таудың суын шүркөп таңдап ішетін хайуандар қарақақта кез болған бастау суын ашты тұсына қарамай лайымен жұтып жатты. Шіркін жәннің тәтті-ай десеңші. Бұл күндері осы бастау басында іс түсіп, жән үшін, дін үшін қаша көшіп келе жатқан Ошарды елдің 50 мыңның үстінде малдың құтқарушысы зәм-зәмінде еді. Осы бастау болмағанда бұл елдің осы мезгілде шығысқа көшуі де мүмкін емес болатын шығар. Ахуалдың күрделесіп, елдің су үшін қырқыса бастағанын байқаған Зәйіп ауылбасыларын шақырып ақыл қосып, алдыңғы келген 200-дің үстінде түн қатып шығыстағы көш жердегі мажың бастауына тарсын. Бұл елге Тұңғышбай әмірті жауапты болсын. Қалған елге Қасым, Смағұлдар жауапты болып, тағы 2 бөлініп көшіңдер. Қазірден бастап азамат жиналып, бастаудың көзін аршып, аяғынан шағын көлшіктер жасалсын. Қайда барсаң да адам мен ірі қара малдың амандығы көзде ұсталсын. Арттағы тосқауыл, қарауыл босаңсымасын, деп орналастырулар жасады. Соның арасында бастау басындағы салқын сөздерді Қасымның құлағына тиіп көңілін алаңдатты. Десе де өз мінін ел айтпай-ақ ерте сезіп іштей қуырылып жүрген Қасым ешкімге азуын басып кек көрмеді. Ол қасына бір топ адам ертіп, қара дөңдеу жалғыз қабыр мұқаштың басына барып аят оқып, іштей қаншамыздың басымыз осындай қақта қалар екен деп ойға батты. Айлы түн, ашық аспан, қазақтың қара нопыр қалың көші түнгі салқында жым-жырт шығысты бетке алып соза тартып келеді. Түнгі тыныштықты қалың малдың қарақақтың қара жаңқа ұсақ тастарын сытырлата басқан дүбірі бұзып, аласа қара төбелер бірінен соң бірі артта қалып жатыр. Түн жамылып елден, жұрттан ұзап бара жатқандарын ойлаған әркімнің өз ойлары өздерінде. Алтын Алтай, қайда қалдың қайран Алтай, оралар күн болар ма көзім талмай. Қазағым неге тоздың жерден ауып, мекенде елде тұрып жауға шаппай. Қазағым қар орманым елім қалдың, Алтай тауы күнгей беті жерім қалдың. Келібең бар көлдеген бақ мекеге көшкенді аға жанау қайдан таптың. Мажыңдай қарадырда көш көреді, боздаған бодатайлақ бос келеді. Ойласам артта қалған ел мен жерді мөлдіріп қара көзге жас келеді. Дегенде ау жасаған. Біз болдық бір мүсәпір жерден ауған. Неге кеттік Асқартау ертісімнен ығыстырып моңғолдарына тартып алған. Сарғымыз енді қайда сапыратын, салғының аунап-қунап жапыратын. Күнде той, күнде думан сар жайлауда алыстан ат өкістіп шақыратын. Ағарқа Тәңіртауы қандай едің, өмірі өксүйді ғой қайран елдің. Қолда барда жер суда қадырғайда зарғы өтеренді қайран жердің.
Осы зарлы шумақтар үлкендердің бүгін таңда ортақ ой жүйесін шарпығанымен, бірақ үн шығарып зарын төккен ешкім болмады. Жау-жаламда жағдай солай. Түн ішінде қанша ер-әйел кәрі жастың сордан ақ топырақ басқан қоңырқай жүздерін көз жастарымен жуып келе жатқаны мағлұм. Тек көш алдында тобымен келе жатқан Зәйіп Қасым қатарлы аулыбасыларының ойы бөлек еді. Зәйіп сол жылдарда егеудей шымыр жасынан асқан, дінге мықты, аз сөзді, терең ойлы адам еді. Шығысқа ауған Адубай елсіған қатар елбасыларымен сол заманда көп барыс келіс жасап, жалпы Чинжаңның болашақ ауқымына болжамдарын айтысып отыратын. Жоғарыда айтылған Адубай Қазанбайұлының болжамы бұлардың ортақ көзқарастары еді. Зәйіп ой үстінде келеді. Қайда барсаң қазанның құлағы төртеу, үкіметсіз ел болмайды. Ел төбесіз, үкімет бәжесіз, алман салықсыз болмайды. Басқа ел жәйлепсіз қалса да, елбасылар қысылып кетпейді. Төремен төртпей қанша әділсіз болса да, елбасыларының беделін сақтау қашаннан келе жатқан ескі жол. Қазақ ішіндегі басқа ұсақ түйек қайшылықтар бәрі де ел іргесін ыдыраталық басты себеп емес. Ал мұсылман қазақ елі аумасақ, көшпесек болмайтын басты түрткі не? Баяғы 1920 жылдардан басталған Совет Қызыл әкімиетінің көрші елдерді барынша отырлап, өз мәдениетін басқа ұлттарға зорлап таңып, 1930 жылдардан басталған атадан жалғасқан жеке мүлікті ортақтастыру, зорлықпен көлқоз, сапқоздар құрып, қазақтың атқамінер азаматтары мен молла қожаларын топ-тобымен қолға алып, Сибирияға айдап, тіпті қойдай қырып, дінді шектеп, тілді тектеп дегендей, жан түршігерлік қызылдастыру реформасы халықтың жанына жегідей батып, қасқыр тиген қойдай тоз топалаң шыққаны. Жуық жылдардан бері Монғолияның да, Қазақстанның да соның кебінін киген, бәрінен де бас болып төбемізден қарап отырған Шыңдубаның сол қызылдармен ауыз жаласып, діннен безіп, қаны қарайған Абай сияқты ант ұрғандарды қазақ ортасына жібергені. Ол аузында тыныштықты дәріптесе де, іс жүзінде қасқырша қарабасының қамын жеп, шімірікпей ат арынды, қой толымды болсын деп, 2 жылда 2000 қой айдап, шұрайлы жасаң, жайлымын басып, алтын күміс бағалы тері-терсектерін тең-теңімен буып қана қоймай, қазақтың бірін-біріне қайрап салып, ел берекесін кетірген. Бәрінен де діннен айрылсақ, Қарасат майданына не деп барамыз? Мақшарда бабаларымыздың бетіне қайтып қараймыз. 18 000 ғаламды Алланың жаратқаны рас болса, діннен азбасақ, қайда барсақ та Алланың несібесінен құр қалмаспыз. Тіліміз бөлек болса да, дініміз үшін дүнген патшасына ел болғанымыз жөн болар. Ел ауғалы Тұңғышбайдың ойы елден бөлек. Әрқандай тіршіліктің бәрі де бір жан үшін ғой. Сол тіршілік үшін елден оза шауып бастан талайды өткіздім. Боқ дүние деп жүріп, жолбарыс пен Гансу кіресін шауып, екі жақтан да қуғын көрдім. Бақ жанайын дегенде жолбарыстың өз қуғынды алып, кішкенесін бойыма енді сіңейін дегенде ата жау Гәбізінге қарай таяп келе жатқаным мынау. Егер сол моңғолдар танып қойып үкіметке айтса, ендігі көрерген не болады? Халық қойсам, Қасым мен Құлабайды ұстап берген алаяқтар Абайдан мені аяй ма? Елбасына ықтай жалдап, үкіметтің тамырын тарта көрерміз. Бір Алланың бұйрығынсыз шыбын шақпас дегендей. Бәрінде су ішерін білер. Іштей уайым күшті болғанымен, ол ішкі сырын еш адамға сездірген жоқ. Тек бәйбішесіне ғана ақыл салып, қоржын қосқолағын даярлап, алдыңғы түйенің үстіне бастырып қойды. Зәйіп елі су тапшы Мажың шөл даласынан жоспарлы түрде үздік-создық жылағонақтап көшіп, бастаулардан сусындап, елдің алды-артын тамыздың 20-ларында Сұр өзенінің Шуаңты ақсаңынан өте қалғандағы Чаузы Сарғалынан жейді. Ол заманда бұл жерде азынаулақ Қанзу байларының малы ғана бар еді. Тарам-тарам өзен суы бар, шөбі шүйгін жері сортаң, күн салқындап қалған жанға жайлы кез болатын. Ауған ел келгенде тұрғын малшылар өздігінен ығысып кетті. Бір жұмада Жаузы Сарғалы Қаранопыр елмен малға толды да қалды. Ыстық күнде ұлан қайыр құлан жортпас қақтан қаша көшкен бұл елдің де шығыны аз болған жоқ. Жас құлын, бота, бұзаулары мен кенже туған қозлақтардың көбі тұяғы тесіліп жолда қалды. Үлкендер, япырай осы жас төлдердің киесі атпай қоймас деп зарлады. Мал күйігі, жан күйігі деп мал үшін ботадай боздап еңірегендер де болды.
Bir dәуір иесі қанды тосқа ауылдаймыз деп қатты зиян тартқан Құмыл үкіметі қайтып әскер шығарып жол тоспады. Жолдағы бастау басындағы моңғол малшыларда алдын ала келген қаралушылардың құзауында бастау бастарын босатып өздері білетін шалғайдағы күреме жол sularına tayıp durdu. Sonымен жаушылық болмады да, адам аман, мал жанның садақасы деп өздерін өздері жұбатты. Бұл ел алдыңғы екі ел ұқсап, жоғары төмен елші жіберіп, әнші жұмын аудандарының жердік ұлықтарына тарту таралға апарып, жайылым сұрап, разылығын алуды ойластырмады. Тек Тұңғышбайға екі серік қосып беріп, алдыңғы елге хабарласып, осы келген 500-дің үстінде түтін 50 мың бас малдың қалай орналастыруына ақыл сұрауға жіберді. Бұл кезде әнші ауданына қарасты малшылар, әсіресе малды байлар бірлесіп әнші жамбылына барып, жерінен ауып келген қазақ деген халық Ташы, Чаузы, Сарғалынан Өрлөй, Болоңжи, Қырдың ауылдарының оңтүстігіне дейінгі жайылымды басып қалды. Біздің малымыз атыздардың арасында ғана қалды. Күздік қыстық жайылымнан жұрдай болдық. Жігіттердің мінгені тұлпар, асынғаны болат мылтық. Сөзге келгенді қойып, бізді адам есебін алар емес. Әкім тақсыр, біз енді қайтып мал бағып жан бағамыз. Бір айдың алдында Ошарды ел келіп тағы жайылымды талқандап кеткен. Әйтеу биыл бәжіңізді беретін шама жоқ, деп Шыңқұйымың әкімнің ес ақылын шығарды. Өзі қанша түтін сияқты. Мен дереу Мафуфанға сөйлесіп көрейін деді әкім. Арысшылар әркім өз жайылымдағы қазақ түтіндерін межелеп, тәйірі 700 түтіннен көп болса болар аз емес. Айдап келген малдарына сан жоқ. Жылқыларының бір бөлігі мыңнан түспейді. Қоралы жылқы бір күн түнеген жерінде қарақұмақтан басқа көлденің шөп қалдырмайды екен деді. Ел аман ба, бұлар жүрген жерін бұлап тонап кетеді деуші еді. Әкім абыржып тағы сұрады. Қазірше ондай бөтен жағдай байқалмады. Әйтеу құржаларға мал, тері-терсектердің кейбіреулер аң терісін әкеліп, астыққа айырбастап алып жатыр. Ондай кісі қақысын жейтін жан кеспелер емес секілді. Тегін берген тамақты да ішпейді. Осы сарғалда қарақұйрық жыртылып айырылушы еді. Осы қазақтар келгелі күнде тарсылдақ. Өздері сондай мерген болады екен. 10 шақтыдан бірігіп алып, қарақұйрықты атпен қуып, атқанда қой чағырады екен. Тұрмыстары бізден жаман емес көрінеді. Аталық мал сатып алғалы барғандарға табақтап ет қойып, аяқтап айранын беріп, дастарқанын құрт май қатарды дәнге толтырып қойыпты. Іштерінде бірен саран қазу тілін білетіндері де бар көрінеді дейді. Қашқын қазақты мақтамай-ақ қойыңдар. Бұлар Чинжан үкіметімен жауласып, әскерін қырып тастап, Гансу Чинхайға келіп, Мафуфанға сүйеніп, мұсылман дінімізді сақтап, жан-бағамыз деп келген аз санды ұлт. Бұлардың арғы тегі солтүстік Чинжанның Алтай тауы, Сауыр тауы, Алатаулар. Содан 1930 жылдардың алдартында орыс қызыл өкіметінен қорқып, шығыс Чинжанға келген. Сендер олардың ұлттық салтына, дініне құрмет етіңдер. Әйтпегенде Чыңгысханның қарулы әскерінен қиын емессіңдер. Бұлар біз сияқты тамның 4 қабырғасына сүйеніп жан-бағатын тоғышарғалық емес. Үйі түйенің қомында, қанаты аттың жалында. Қазынасы айдаған 5 саулығында көшіп қонып, судың тұнығын, шөптің сонысын жеп жүретін жауынгер, қыр тұрмысына кәніккен халық. Бұлар жазда Ұлытаудың салқын сай-саласын жайлап, қыста қоңыр адырларды қыстап, 4 түлік малға жайлы жерде жасайтын халық. Сендер көп ауыржып кетпей, шыдай тұрыңдар. Мен білсем, бұлар алдыңғы елдері ұқсап, Шүлен тауына шығып кетеді. Мұның жөнін бригада бастығы Мафуфан табатын болады. Қазір бәріміздің қарағанымыз сол дүнгендер. Айтпақшы, бұлардың малы сапалы келеді. Малдарынан ұрықтық мал айырбастап алғандарың жөн болар. Ал ауылдарыңа қайтып, үгіт насихатты күшейтіп, адамдарды пендешілік, суық қолдықтан тыйып, өз малдарыңа ие болыңдар, деп насихаттап, шын әкім арысшылардан зор оқытылды. Сол күні Мафуфанға телеграмма жолдап, ахуалды дөкілет етті. Олар да осы бірнеше күнде адам ұйымдастырып тексеру жасайтынын ұқтырды. Тамыздың соңында 298 бригада Шишуан 7-ші әкімшілік бақылау вәри мекемесі бірлесіп, қазақтар қызметіне жауапты болып жүрген Маджингу ұзын сақал. Маджингу жауаптандырылып, 10 шақты әскер ертіп 20 адамдық тексеру группасын жіберді. Маджингулар сарғал толған елді аралап отырып, елдің орта шеніндегі Зәйіптің ауылына келіп түсті.
Сол сәтте Majingu'nun қуанышында айтар жоқ еді. Өйткені қазақ елінің молынан ауып келуі, мафуфаңдарды мұсылман әскер алу қайнарын молықтыру, ат көлік жию қайнарын молықтыру, Gansu Şinghay'da Müslümanları молықтыру сынды үшті молықтыру саясатына түп келген кез еді. Әрине Majingu'nun Alman салық жиюы сылтауратып өзінің арам пайдаға сылқия тойуына да жақсы орай болды. Majingu зәйіп Қасым қатарлы елбасыларына баяғы Елсін ханға айтқандарын қайталады. Мафуфаңның сәлемін жеткізді. Бұл жолы да Зайдырахынды қайырып қойып Қасым аудармашы болды. Кеңестен кейін тексеру группасындағылар 4 жағын группаға бөлініп, 4 тарапқа бет алып, сырмақ шетіндегілердің бастауында тағы сол жән саны, 4 түлік оқымылдық семья тұрмыш жағдайына дейін тізімдеп тексеру жасады. Алдыңғыға ұқсамайтын алтын күміспен айшықталған ер тоқымға дейін тізімдетіп, халық бұның бәрі үкіметтің халықты қызметі деп қарады. Бұл келген 500 түтіннің ішінде қазақ байларына жалданып келген өзінде тегерге қара жоқ шабан шалаңдар да бар еді. Әйтеу қазақ даласының кеңдігінен анша біліне қоймайтын. Majingu'лардың осы жолғы тізімдігіне ілінгендер. Зәйіп 233 түтін, 1165 адам. Тоңғышбай 112 түтін, 605 адам. Әмірті 70 түтін, 350 адам. Қасым 10 түтін, 50 адам. Смағұл 80 түтін, 400 адам. Жиыны 505 түтін, 2570 адам. Gansu өлкесінің Созу аймағына келді деп түсірілді. Тексеру группасы қайтпай алдыңғы елге хабарласып, жер шалып кеткен Тоңғышбайлар да елге оралды. Алдыңғы елдердің Сұр өзенінің шығысында Ойырқын, Ырқа, Майсу қатарлы өңірлерге орналасқанын, Есін хан Адубайлардың Сужуға шақырылып, мәнсеп бөлісіп алып келгенін, ағайынды екеуінің арасына кірбеңдік түскенін осы елдің әлі де шығысқа ілгерілеп, Тула өзенімен, қазір Бидақы деп аталатын Сұрдың бас қаңғарына дейін орналасуды айтқанын айтып, ел сәлемін жеткізді. Бұлармен еріп, туыстарын көшіріп алуға 20 шақты ағайындарда ілесе келді. Majingu жұмысын аяқтатып, елдің Сұр, Тула тауларының ішіне жиі орналасатынына іштей қуанып, Зәйіп Қасым Тұңғышбай қатарлылардың жеке-жеке берген тартуларын алып, Сужуға қайтты. Бұлардың бұлай істеуінде әркімнің іште есебі бөлек еді. Зәйіп болашақ өз тағдыры мен елінің тағдырын ойласа, Қасым мен Тұңғышбай бұрын соңды өткізген қан қарызды қысымдарын ойлап, бұланпалайғы жерде май өкшелеріне шеге тигізбеуге тырысады. Қазан айының орта шенінен кейін ел үздік сөзді қайқая көшті. Көп санды ел алдыңғы елден келген ағайындардың ақылы бойынша ыңғайланып топ-топқа бөліне бастады. Осы айдың аяғында әр ауыл көздеген жеріне уақытша орналасып болды. Зәйіп Қасым Смағұл бастаған қомақты ел Тула өзенінің аңғарына, Әмірті Тұңғышбайлар Сұр өзенінің орта аңғарына, Зиятай, Мардан, Қармыс қатарлылар Ырқа өзен аңғарына, Қалықбай, Тұсақбайлар Майсу өзен аңғарына орналасты. Осы келген ел жауды сарғалында соңғы рет бас қосқан ақылдары бойынша елдері орналасып бола сала Зәйіп Қасым Мардан, Қармыс қатарлы 10 шақты адам бірлесіп Сужу қаласына тартты. Бұлармен бірге 40-50 адам саудаға ілесе жүріп, бұлар да Мафуфаңмен 7-ші район уәли мекемесінің бастықтарымен кездесіп, тарту таралғыларын ұсынып, саудаларын істеп, қаланы тамашалап, аспа төк қонақасыда болып, ел талабын жеткізіп, көңілденіп қайтты. Шүлентаудағы мажыра. Осы жылдың, яғни 1937 жылдың қараша айының аяғында елге шабармандар келіп, Есін хан Зәйіп Адубай, Мардан қатарлыларды Сужу Жамбылына жиынға шақырды. Бұл жиынға Адубайдан басқа шақырылған елбасылар түгел барды. Жиын уәли мекемесінің жиын сарайында ашылып, Мафуфаң бригада бастығы Сау Жуин уәлилер сөйлеп, Сөйт қызыл үкіметіне бет бұрып, коммунистік партиямен бірлескен Шыңғыстай үкіметінің бұрын соңды болып көрмеген кері тартпа саясатынан қашып, сонау алыс Шенжаңнан ат арытып, тон тоздырып, құян кеске тосқауылдарды талқандап, Gansu'дың кең байтақ ойымен қырына келіп, үкіметіміз бен армиямыздың қойнына кіргендеріңізді бар ықыласымызбен қарсы аламыз. Гомин үкіметіміздің саясатты ұлттар теңдігін, дін еркіндігін, бейбіт тұрмысты дәріптеп, халықтың шаруашылығын дамытып,
тұрмысын жақсартып, мемлекеттің жапон шапқыншылығына қарсы күресіне мол үлестер қосуына шабыттандырып және қамтамасыз етеді. Сіздер алаңсыз болыңыздар деп халықшылдық саясатты майын тамыза көп сөйледі. Жиынға қатынасқандар мұндай халықшыл әділ үкіметті бірінші рет көргендей сезінді. Сөйтсе де айтып айтқысыз қандырдың атқаруының қалай боларын көре жатармыз деп іштеріне түйіп те қойды. Соңында Сауживин уәли өлкелік үкіметке бекіттіріп әкелген мәнсапқа тағайындау бұйрығын жариялап, бұйрыққа былай делінген: Зайып Ойырқұнға жаңа келген қазақтардың тәйісі болады. Ойырқұнға қоныстанады. Әмірті Ойырқұнға жаңа келген қазақтардың шаңиясы болып, Сұр өзеніне қоныстанады. Мардан Ойырқұнға жаңа келген қазақтардың үкірдайы болады. Қарымыс, Марқай, Қалықбай, Дүйсекбайлар Ойырқұнға жаңа келген қазақтың шаңиялары болады. Мингоның 26 жылы 19 қараса. Бұл бұйрыққа бәрі де мәз болды. Сол күні түстен кейін Мафукаң Саучивиндер Елсінқан мен Зайыпты жеке шақырып кеңес өткізді. Бұл кеңес екі мазмұнда болды. Бірінші мазмұндағы кеңесті Саучивин уәли бастап, осы рет атамекендегі үкіметтеріңізден мәнсап алғандардан 3 адам мәнсапқа тағайындамадық. Мұның да өзіндік себептері бар. Тұңғышбай 1928 жылдары Гансуден Чинхайға қайта көшіп бара жатқан жолында үкіметтің мұңғылдармен Чинжаңды тыныштандыру үшін жөткөген саудагересін тонап, адам өлтіріп қуғындалған. Қуғындап қолға алу бұйрығы күні бүгін күшінен қалған жоқ. Бұл адамды біз өлкөге мәлім демедік. Тұңғышбай мәнсап алғанды қойып, енді басы аман тыныш жүрсе де болады. Қасым өздеріңізге түсінікті. Чинжаң қауіпсіздігін сақтау орындарынан ай сайын телеграмма келіп, дереу қолға алып жөткеп беруді талап етіп отыр. Бұны да жоғарытынға Қасым сужуға келген жоқ деп мәлімдеп отырмыз. Мұндағы мақсат өткен кеткенге қолдау салмай, жоғарғыны сейілге, төменгіні елге жіберіп дегендей. Көшіп келген елдің орнықтылығын сақтау, халыққа біздің Шыңғысайдың сойылын соқпайтынымызды көрсету. Әйткенде де, қай жер, қай патшалықтарда қанға қан, жанға жан. Бұл кешірілмес қылмыс. Ал Зиятай залың бұл жақты жерсінбей Чинжаңға көшпекші деп естіп отырмыз. Сіздер көп қызмет істедіңіздер. Қыс ішінде қақта ары-бері көшіп, қатын баланы тоздырмасын. Қалған елдің де көңілі ала болады. Қасым Тұңғышбайларға өздеріңіз ақылдасып, біздің қолдан келген көмегіміздің шекті екенін ұғындырып қойыңыздар деп нығыздала сөйлеп. Екінші сөз кезегін алған Мафукаң: қазір Гансуға ауып келген қазақ 800 түтіннің үстінде болып, 80 мыңның үстінде мал бағып отыр. Бұл осы төңіректе бұрын болып көрмеген қомақты санақтар. Біз сіздерді орналастырамыз деп, тұрғын елге жаманатты болып күнде боқтық естіп отырмыз. Алайда, құлашын еркін сермеп, өмір бойы көшіп қонып, мал бағып үйренген жерлік халықтың жайылым жағында белгілі қиыншылықтар тап болғаны сіздер де түсінесіздер. Біз де қызметкерлер жіберіп, жергіліктілерге қысым түсіріп, сіздердің жайылымдарыңызды қамтамасыз етуді ойластырып жатырмыз. Жуықта сіздерді Ойырқұнды ортақ етіп, оңтүстіктегі Чинхаймен шекараласатын асқар тауларға, солтүстік етегі Шиншаншаға, батыс Шаңма, шығыс Лянжу, Гаутай жерлерімен тұтасатын 2000 шаршы километрде жайылымға орналастырсақ деп өлкелік үкіметке документ бермекшіміз. Осыған қалай қарайсыздар деп аса қамқор, демократшыл бейне көрсетті. Елсінқан Зайыптар бұл жерлердің бәріне жүріп көрмесе де үлкен жағынан жер көлемін межелеп отырды. Елсінқан ұшып тұрып, тамның қабырғасындағы Гансу өлкесінің жер қаритасына үңілді. Отырған ұлықтар мынау шын қарап тұрма, өтірік білгірсіп тұрма дегендей таңданысып қалды. Елсінқан орнына қайта келіп отырып: артымыздан ел келмесе, мынау аз жер емес екен. 800 түтін сіңіп кететін жер екен. Бірақ тұрғын малшылар қайда барады? Жерлерін бізге бекер босатып бере қоймас. Жолдағы қалың елді басып жаншып, Лянжу қаласы маңына дейін бәріміз мүлде мүмкін емес болады. Басып жаншып, Лянжу қаласы маңына дейін баруымыз мүлде мүмкін емес болады. Айтар жоқ деді. Отырған ұлықтар өздерінің елді батысқа пытыратпай, Шаңмияның шығысына шоғырландыру, Ганжу, Сужу қалаларының таул аңғарларына бақылап,
басқаруға қолайлық жағын ойластырып отырғанын, ләнжуге дейін дегені іс жүзінде бос сөз екенін сезіп қойғаны іштей қынжылды. Есім ханның қазу тілін біліп қалмастан, қазу қатын да танитынын, тіпті карта көре білетінін байқап, мынау қазақта 50-де 1 кездесетін дарындылардың бірі екен. Осы елге ие болса осы болып қалар. Шыңғысай да бұның әкесін бекер арандатқан жоқ қой деп іштеріне ерекше түйді. Сөз кезегін алған Мафухан: осы келген елдің көсемі өздеріңіз. Бұдан бұлай біз біткен шаруаны осы отырған екеулеріңізбен ақылдасамыз. Бұл елден көңілсіздік жайт шықса тек сіздерден ғана сұраймыз. Енді елдеріңізді қалай басқарасыздар? Ол өз еріктеріңізде. Жаңағы пікірді өлкеге жолдап бекітіп келген соң материал түсіріп жерлік ұлықтарға да оғылдырамыз. Оған дейін албаты көшіп қонып ел бытырап кетпесін деді. Ұлықтар жан-жақтылы нұсқаулар айтты. Әсіресе алдыңғы шепке ат көлік, азықтық мал атап, Жапонға қарсы соғысқа көрнекті үлес қосып, отанның тұтастығын сақтау жағын баса көрсетті.